Терең ұйқы фазасын ұйқының королі ғой ол. Ең сорақсы бүкіл түнде терең ұйқы фазаңыз 45-60 минутқа жетсе, ұйқы супер. Ең сорақсы біздің терең ұйқы фазасы соған жетпей жатыр. Сіз 9 сағат ұйықтаған болуыңыз мүмкін, бірақ терең ұйқы фазасы 45 минут, минимум 45 минут жиналмаса, сіз шаршап оянасыз. Шаршап, басым ауырып тұр, ұйқы қанбады деп, түні бойы түс көріп шықтым дейді ғой. Негізі адамдар түсті 6 секунд көреді максимум. Орташа 4 секунд. Бірақ 6 секунд максимум. И біз уже сериал көреміз ғой. Игра престолов көріп шығасың ғой ше. Бұл біздің миымыздың қандай мощный екенін көрсетеді. Ол 4 секунд қана бүк өткізіп алады бәрін. Енді түс сіздің ұйқыңызды бұза алмайды. Енді терең ұйқы фазасы бізде өте көп процесс болады. Памятім жаңарады, денем восстановлениесі болады. Мысалы, терең ұйқы фазасында жүрегіміз 32-ге түсіп кетеді. 32 деген кома. Қазір екеуміздің жүрегіміз 60 пен 90 арасында ұрып отыр. 32-ге түсіп кетсе, біз қазір комаға түсіп кетеміз. Именно түнде әр 90 минуттың ішінде 15 минут, 10 минут біздің жүрегіміз 32-ге түсе алады. Сол үшін кейбір адамдар ояту қиын тұрмайды, өйткені ол скорее всего терең ұйқы фазасында ұйықтап жатыр.